Спанч Боб пен Семейдің арасында не байланыс бар? Бикини Ботомның шынайы тарихы, сөйлейтін жануарлар, эксперименттегі тышқан, қытырлақ Крабс дәмханасы, түнде қорқынышты жануарлар, Сквидвардтың жаны, қорқынышты көріністер. Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Ернұрғы YouTube арнасы. Бүгінгі видеода мен сіздерге Спанч Боб атты мультфильмнің қорқынышты ащы шындығын, ол мультфильмнің Семей қаласымен қандай байланысы бар, сол туралы сіздерге қызықты және қорқынышты ашылмаған шындықтарды, құпияларды бүгін сіздерге айтып беретін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Және жаңадан келген болсаңыздар, міндетті түрде арнаға тіркеліп лайк басып, қоңыраушаны шертіп мені қолдап кетіңіздер. Ал ендеше дайын болсаңыздар, мен бастаймын. Жалпы Спанч Боб мультфильмі әлемге әйгілі танымал мультфильмдердің бірі болып саналады. Бірақ та біз оны көргенмен, ол біз білмейтін қорқынышты құпиялары мен шынайы тарихтары бар. Соны бүгін сіздерге айтып беретін боламын. Жалпы Бикини Ботомның шынайы тарихы не? Бикини Ботомның орналасуы. Спанч Боб тұратын Бикини Ботом қаласы шынайы Бикини аралының түбінде орналасқан. Бұл арал ақш-тың ядролық қаруларын сынақтан өткізетін орын болған. 1946 жылда 1958 жылдар аралығында Бикини атоллында көптеген ядролық сынақтар жүргізілген. Бұл сынақтардың салдары радиацияға, мутацияға және экологиялық зиянға әкелген. Бұл туралда сіздерге Семей туралы да байланысын айтып беретін боламын. Сондықтан соңына дейін көріңіздер. Ал мутация теориясы, сөйлейтін жануарлар. Бикини Ботомда тек жануарлар сөйлей алады, бірақ олар басқа жерлерге шыққанда сөйлей алмайтын жануарлармен кездеседі. Бұл теорияға сәйкес радиация әсерінен болған мутация нәтижесінде Спанч Боб, Патрик, Сквидвард сияқты кейіпкерлердің сөйлей алатын қабілеті пайда болған. Сэнди Чикс және ғылыми эксперименттер. Эксперименттегі тышқан. Сэнди Чиксті бәріміз білетін шығармыз. Техастан келген ақылды тиын. Ол жер астындағы зертханасында түрлі ғылыми эксперименттер жүргізеді. Көптеген теориялар бойынша ол эксперимент үшін арнайы таңдалған жануарлардың бірі болуы мүмкін. Ал Мистер Крабс және полигон қоқыстары. Қытырлақ Крабс дәмханасы. Мистер Крабстың қытырлақ Крабс дәмханасы краб аулайтын қақпанға ұқсайды. Бикини Ботомдағы көптеген үйлер мен ғимараттар полигоннан қалған қоқыстардан жасалған. Бұл қаланың адамзаттың қалдықтары мен полигон қоқыстарынан құралғанын білдіреді. Ал түнде келетін қорқынышты жануарлар. Кейбір эпизодтарда түнде қорқынышты оқиғалар орын алады. Мысалы, Спанч Боб эпизодында Сэнди және Сквидвард белгісіз құбыжықтан қорқады. Бұл эпизодтарда қорқынышты аңыздар және паранормалды құбылыстар көрсетіледі. Ал Сквидвардтың жаны. Сквидвард көптеген эпизодтарда өзінің жұмысынан және өмірінен шаршағанын көрсетеді. Бұл кейіпкердің психологиялық күйзелістері мен стресстері арқылы көрінеді. Бірнеше фан теориялар бойынша Сквидвардтың ақылдан азуы мен өмірден түңілуі мультфильмнің қорқынышты аспектілерін ашады. Ал қорқынышты көріністер. Кейбір эпизодтарда, мысалы, қорқынышты көріністер мен сюжеттер көрсетіледі. Бұл эпизодтар балалар мультфильмі болса да қорқынышты және жаман сезімдерді тудырады. Спанч Боб мультфильмі тек қана көңілдік пен күлкі емес, кейде қорқынышты шындықтар мен аңыздарда бар. Бұл аспектілер мультфильмде тек балаларға ғана емес, ересектерге де қызықты өтеді. Ал ендігі кезек, Спанч Боб кейіпкері мен Семей қаласының арасында не байланыс бар? Спанч Боб тұратын қаланың аты Бикини Ботом. Ол Бикини аралының түбі дегенді білдіреді. Ал Бикини аралы Америка құрама штаттары ядролық қаруын сынақтан өткізетін орын болған. Ол мультфильмдегі көп нәрсені түсіндіріп тұрғандай. Байқасаңыз, Бикини Ботомдағы жануарлардың ғана ақылы бар, яғни сөйлей алады. Ал олар басқа жаққа барғанда өздері сияқты тіл біткен мақұлықтарды таба қоймайды. Бұл радиацияның әсерінен болған мутацияның нәтижесі болса керек. Сэнди Чикс естеріңізде ме? Бұл жерде эксперимент үшін әкелінген жануарлардың бірі болса керек. Сол себепті де ол өте білімді, ғылымға өте құштар. Ал қаладағы үйлер мен ғимараттардың барлығы полигоннан қалған адамзаттың түрлі қоқысы осы жерде жатыр. Мынау краб қақпан, яғни краб ұстайтын қақпан бірдемеге ұқсап тұр. Әрине бұл Мистер Крабсқа тиесілі қытырлақ Крабс дәмханасы. Сүйікті мультисериалыңыздың қызық ғылыми тұстары да бар болып шықты. Ал достар, осылайша Спанч Боб мультфильмінің қорқынышты ащы шындығы, шынайы тарихы,
өте қызықты құпияларын және Семей қаласымен қандай байланысы бар сол туралы сіздерге толық айтып бердім деп ойлаймын. Егер видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, онда міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны шертіп, пікір қалдыра кетіңіздер. Егер де тағы да екінші бөлімін күтемін десеңіздер, онда бұл видео 5000 қаралым жинайтын болса, мен келесі жолы Спанч Боб мультфильмінің екінші аш шындығын айтып беретін боламын. Ал ендеше сіздермен бірге болған мен, Ернұрғой YouTube арнасы, келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.